Сәлем баршаңызға. Менің каналыма қош келдіңіз. Бүгін сіздерге томпиған үлпілдек тәп-тәтті булочкидің рецептісін ұсынатын боламын. Видеоның соңына дейін менімен бірге болыңыз. Ал кеттік, бірге жасап көрейік. Ең алдымен жылы сүтімізге ерітілген сары майымызды қосып, жақсылап араластырып аламыз. Сосын қантымызды қосып, қантымыз ерігенше жақсылап араластырамыз. Сүтіміздің жылы болуы маңызды. Енді бір дана жұмыртқамызды қосып, араластырып алып, артынан ванилин, тұз, кішкене және де ашытқымызды салып, араластырып аламыз. Сосын артынан ұнымызды салып, әдемі жұмсақ етіп қамыр илейтін боламыз. Міне, қамырымыз дайын болды. Енді осылай соңында бір ас қасық сүйек майымызды қосып, 1-2 рет қайтарып, тағы да илеп жіберіңіздер. Сонда қамырларыңыз өте үлпілдек, әдемі болып көтеріледі. Міне, қамырымыз дайын болды. Жылы жерде 2 сағатқа тұрды. Қамырымызды осылай 2 бөлікке бөліп алып, видеодағындай форма жасап аламыз. Ұзынша етіп форма жасап алып, енді бөліктерге бөліп шығамыз. Бөліктерге бөліп шықтық, енді домалақ етіп форма жасаймыз. Менде 2 түрлі формада болады. Біреу осылай домалақ күйінде қалады, оны бетін жауып 15 минутқа алып қоямыз. Ал екіншісі начинкамен болады. Начинкасына менде клубника вареньесі. Осылай дәл видеодағындай форма жасап, кесіп алып, осылай рогалики тәрізді орап шығасыздар. Міне, дайын болды. Енді бетіне жұмыртқаның сарысымен және сүт қосып араластырып жағып шығасыздар. Беті қызарып, өте әдемі болады. 15 минутқа алып қоямыз. Домалақ булочкилерімізге де солай жағып шығамыз. Қызып тұрған пеште 180 градуста 30-40 минут пісіріп аласыздар. Бетіне крошки септім, крошкимен де қант пен ұнды араластырдым. Міне пісіп шықты. Өздеріңіз көріп тұрғандай өте жұмсақ, өте дәмді болды. Қыздар, міндетті түрде жасап көріңіздер. Начинкамен де өте тәтті болып шықты. Видео ұнаса, лайк басып, маған тіркелуді ұмытпаңыз. Назарларыңызға